Бәрінен сәлем. Бүгін біздің достарымызда той болайын деп жатыр. Соған дайындаламыз бүгін. Сол үшін балалардың заказдарын істеп, анау-мынаусын дайындап, магазиннен алып беріп, сөйтіп тастап кетейін деп жатырмыз. Үйде осында көп мақ қалған ғой. Өстіп булочки ашты едім, күшті шыққан ғой. Әшейінде қонақ күтетін кезде дұрыс шықпай қалады ғой. Осындай кезде ерекше болып шығады. Өстіп жүрекшелерді әртүрлі формада балаларыма күштілеп істеп бердім. Енді керемет болып көтерілген ғой. Вареный сгущенка салдым ортасына. Қараңыздаршы, оны деген видеоға суретке түсіріп үлгеріп жатырмын. Ертең оқырмандарыма салам деп шем. Сөйтіп күштілеп тұрып осындай булочкиді пісіріп, тамақ шайларын барлығын беріп реттеп, өзім дайындалып, жолдасым екеуміз және де көрші достарымыз барлығымыз шығып кеттік тойға. Тойға келсек осындай әдемі аппақ көйлек киген қыздар тойда енді ашып беріп жатыр екен. Келе сала өстіп кола құйып, жігіттеріміз өздері қызмет етіп жатыр мына жерде. Неке осы достарымыз, жолдасымның класстастары ғой, барлығымыз бірге шықтық. Жолдасымның класстасының жаңа мамасының 70 жасы және де баласының ең кенже баласының сүндет тойы болып жатыр. Соған келіп қалдық. Осындай бомбонеркилар бар, дастарханды күштілеп тұрып дайындап тастаған. Неке анамыз 70 жас, және қайнар сүндет той деп бізге де жұғысты болсын, Құдай қаласа. Бізде ұл кездіріп сүндет той жасауды Аллам нәсіп етсін деп сөйтіп жатырмыз. Мына жерден тамақ сөйлеп жатыр. Одан кейін 70 жас тойлап жатқан апамыз, немерелермен, балалары, келіні барлығы шықты. Өстіп бір айналып өту керек қой. Енді мына жерде шашу, туған туыстарын барлығы құттықтап, таласып алып жатырмыз ғой шашуды. Сөйтіп одан кейін жаңа қызының, баласының, немерелері барлығы осындай роза гүлмен шыққан, күшті болып ше. Сосын сүндетке отырып жатқан баланы осындай таққа отырғызып шығарды. Күшті көрімдікті енді өлтіріп жинап алды, күштілеп тұрып. Алдымызға өстіп балықты, ананы, мынаны алып алғанбыз. Короче, оны жемейміз да білмеймін. Ана официанткалерге келіп алдымызға қойып кетіп жатыр ғой. Жолдасын бір осындай сувенир ұтып алды. Одан үлкен кісілер батасын беріп, сөйтіп тойымызды ашып берді. Одан кейін уже жай-жайдан тостқа шығып жатыр. Барлығы ақ тілектерін айтып, мен мына жерде орып тамақ жеп жатырмын, қарным ашып кетті. Сонымен мына жерде пирожки мен сосын салат бар екен. Күшті, нежный салат ше. Сонымен сок ішіп алдым. Одан кейін пирогты жейін десем, ұнамады, онша емес екен ше. Жеп көріп едім, сонымен қоя қойдым. Одан кейін алдымызға ас келді. Осындай бірінші қамыр тамақ беріледі ғой. Барлығы келіп үш жерден қойды. Өстіп өте дәмді болған ғой. Күштілеп тұрып алдымызға салып жеп алдық. Орып, одан салаттардан жедік. Ауыз тиіп барлығынан. Өстіп тамақ жеп жатқан кезде биші қыздар тағы да жылтырап күшті болып шықты. Негізі мына той 300 адамға шаққып жасаған ғой. Күшті өтті негізі той деген. Сөйтіп енді асқазанымызды қорыту үшін осылай ортаға биге шықтық. Бәріміз құрдастармен билеп, ортаны бермей тастап жүрміз ғой. Тойдың ортасында сосын осындай ойындар ұйымдастырды, түрлі ше. Негізі ойынмен де қызық қой, көп сөйлей бергенге қарағанда деймін да. Сонымен сыйлықты енді көп қылып алыпты. Бір қарасам жігітім ортаға шығып кеткен өстіп би жарысына. Сөйтіп осындай сыйлық ұтып алды. Одан кейін мынандай ойын бар екен ғой, ақшаны қойып 10 000 теңгені қояды. Шпагатқа отырып ақшаны алу керек. Мына жігіттен пысық екен, екі қолын тіреп алып 10 000-ды оңай алып жатыр да. Әр нәрсенің өз қиыншылығы бар ғой. Мына жерде шпагатқа отырып іште қолды тіремей ауызбен тістеп алу керек екен. Ешкім аламады. Мына жігіт сразу қайтып кетті, қой шалбарым жыртылады деп. Сонымен той иесінің өзі ұтып алдым 10 000 теңгені. Содан ортаға торт келді. Тортты кесіп, енді апамызға жаңа шөберелері бар екен. Сол шөбересінің қолынан торт жегізейін деп жатыр. Мына жерде сыйлықтарын беріп, бір-біріне енді табыстап жатыр. Тос айтып дегендей өте көп ағайынды екен, ағалары да, әпкелері де. Сонымен енді тойдың несі, тойбастар ғой, білесіздер, барлығын асыға күтетін. Сөйтіп тойбастарымызды алып алып, тыңқиып отырдық. Қараңыздар, дастарханның бәрін сыпырып кеткен ғой. Той енді күшті болды. Ең соңында өзіміз қалып осылай билеп, бір қарасам жігітім бір қызбен өзінше билеп жатыр мына жерде.